Bizne депутатлықтан қуып шығарғаннан соң, уздырмағаннан соң, Раифта узмадан да, мен де узмадым. Татарстан конституциясын өзгерте башладылар. Аның жонын жылқыдылар, дұрыс айткенде. Міне мен шағыштырып қарадым. Өзіміз қабыл еткен конституция ол 93 жылыны басылып шықты. Hem 2012 жылыны 7 тапқыр өзгеріш кірткенлер. Шошы 2002-ден 2012-ге 7 тапқыр өзгеріш кірткенлер. Ол 7 өзгеріште yüzлеген статья жоқ. Мен енді тіге башқаларына бейленіп тұрмайым. Экономикасына, ансынамысына ең мұхим бір сөзіні алып ташлағанлар. Ненде сөз екенін аны сіз білесіз. Суверенитет. Біргіне статьяда да яңа басылған, яңа қабыл еткен Конституцияның. Сіз суверенитет сөзін тапмассыз. Оның орнына Российский Федерация деген сөзін тығып шыққанлар. Шушылайттырып, түртіп. Қазір Конституцияның ғана түгел, милләтнің өзінің бәғірін жұлқилар. Сіз қарағыз, бұл күнлерде Путин Астраханда айтты, Россияда дейді, Российский нация деген закон қабыл етерге керек дейді. Көресіз ме? Бұл біргіне Конституцияда да жоқ. Россияда многонациональный народ Российский Федерация дейілген. Татарстан Конституциясында ол көп милләтлі Татарстан халқы дейілген. Біз қазір бүтін Конституцияларны аяқ астына салып, қазір милләтлерді жоқ етеміз екен. Мұға қатлы бәйсіздікті жоқ еттілер, суверенитетін жоққа шығарып, қазір милләтлер жоққа шығарырға тиіс екен. Азатлық! 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 Неше ғасырлар өне Фәузия айтты, бізде дәулет деген исімні һәм жисімні бітірділер. Шуңа күрә халқыбызны дәулет түзірлік итеп көтерер үшін әлі шақтай ақыл мәғана керек. Дәулет дегеннің фикірінің мәғанәсін аңламаған халықны нешік көтересің аны? Мына кәрді 100 грамм орақы болса күніне қазір мұнда әрбір кішіге. Мен кішілер жиярайым, міңлеген кішіні. Нәрсе деген сөз? Әр уақыт милләтнің өзінің тамырында нықлық бұларға тиіш. Сен аннан үстен ізлеме, өзіңнен ізле. Өзің нейді кішісің? Сен келешек тұрында ойлайсың мұсың? Или жоқ ма? Или сен үміт бар ма? Яшарға деген, дәулет түзірге деген.